Әйелімнің жезөкше болып кетуіне мен кінәлімін бе? Сырласу. Алматының шығыс айналма жолындағы Широкая жел саяжайы серіктестігінен дача сатып алған болатынмын. Қарағанды жақтан ініммен өсіп келе жатқан өгей әкемді көшіріп алдым. Анам бірнеше жыл бұрын қайтыс болған. Үйленгеніме 1 жылдай болды. Өзім 30-ға келіп барып үйлендім. Әйелім Жұлдызды қыздай алған едім. Ол жетімдер үйінде тәрбиеленген. Өзім дүкенге нан тасимын. Жүргізуші экспедитормын. Жұмыстан бос уақытта үйдің ауласындағы елдің көлігін жөндеп, тәп-тәуір қосымша ақша табатынмын. Інім де үйленіп, бөлек кетті. Біреуден артық, біреуден кем күнімізді көріп, үйді кеңейтуді жоспарлап жүргенмін. Себебі, Жұлдыз тұңғышымызды көтергенін айтты. Қуанышымда шек жоқ. Әкем де ұйықтап жатқан. Өзім бір танысымның көлігін жөндеп жатқанмын. Ол жанымда көмектесіп жүрді. Қақпаны бір қаққандай болды, көршім екен. Біршама уақыт онымен сөйлесіп, үйдің артына жөндеп жатқан көлігіме қайта оралдым. Оны көргенше көрмегенім артық еді. Жұлдыз. Менің Жұлдызым. Әлгі танысымен шапысып сүйісіп тұр. Көзіме қан толып, екеуінде ана дүниеге аттандырғым келді. Өз көзіме өзім сенбей, менің әйелімді құшақтап тұрған еркекке атылдым. Басы, көзі демей тепкілеп ұра бастадым. Оны көрген Жұлдыз гараждан атып шықты. Әлгіні әбден соққылап болып, Жұлдызды іздей бастадым. Қақпаның алдында жүр екен. Жетіп барып шапалақпен бетінен осып жібердім. Қорққаннан ол ауланы айнала қашты. Бір кезде есімді жисам, аулада отырмын. Жедел жәрдем, полиция қызметкерлері жүр. Қолымды қайырды да, бірден бөлімшеге бір-ақ апарды. Соққыға жықты деген айып тағылды. Анау арызын қайтып алғысы келмеді. Біраз уақыттан кейін, бір сөзбен айтқанда, онымен келісімге келіп, көлігін тегін жөндейтін болып үстіне қаражат қосып беріп, ақыр полициядан босап шықтым. Үйге келген соң Жұлдызбен сөйлесім келмеді. Ол әпкесінің үйінде жүрді. Бір ай өткен соң біртіндеп сөйлесе бастадық. Бірақ арақатынасымыз әрине бұрынғыдай емес. Әкем уақытша інімнің үйінде тұруға кеткен. Қызымыз 1 жасқа толды. Біз тұратын Широкая жел шағын елді мекен. Көрші қолаң, жүретін автобус жүргізушілері сол жақта тұратындарды жақсы біледі. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатсам, автобус жүргізушісі маған сенің әйелің жүреді ғой бағана. Автобустан әрең түсті. Қызың бар қолында деді. Үйге жеткенше асықтым. Жұлдыз ұйықтап жатыр екен. Бөлменің іші мөңкіп тұр. Қызым ойнап жүр. Адам маңдайға жазылғанды көреді екен. Бір күні жұмыстан үйге келсем, көрші Қайдар деген жігіт Жұлдыздың үстінде еңкілдеп жатыр. Екеуі анадан туғандай тыр жалаңаш. Өз көзіме өзім сенгім келмеді. Қанша уақыт состиып тұрғанды білмеймін. Екеуі үрпиіп атып тұрған кезде мен үйден атып шықтым. Жақын маңда Санька деген бір орыс досым болатын. Қашан көрсем көңілді жүретін жігіт. Құй дедім. Сөйтіп, бірнеше күн үйге бармай, достарымның үйінде жүрдім. Үйге келдім. Мінезім тұйық болғандықтан бұл жолда Жұлдызбен сөйлескім келмеді. Неге? Не үшін деген сауалдарға жауап іздегім келмеді. Екеуміз бір үйде тұрып жатырмыз. Сөйлеспейміз. Қуып жіберейін десем, кішкентай қызым бар. Қызым үшін шыдайын дедім. Негізі жұмысымнан шығып кетіп, үйде көлік жөндеумен шұғылдандым. Себебі, қызымды қалдыратын адам жоқ. Жұлдыз қыздарға деп құрбылармен отырып жиелетіп кететін. Арамызда ешқандай жақындықтың жоқтығынан көп артық нәрсе айтпайтынмын. Әйтеуір өмір сүріп жатырмыз. Өзімді іштей жеумен болдым. Әкем жанымда. Бір күні дүкеннен келсем үйде қызым жоқ, Жұлдыз жоқ. Әкем кеше ғана зейнетақысын алған еді. Маған ақшамды көрмедің бе дейді. Әкемнің зейнетақысын түгел алып, қызымызды әпкесінің үйіне барып тастап, өзі ұшты күйлі, белгісіз бағытқа кеткен. Содан бері қызым сол үйде. Міне, 2,5 жыл өтті. Жұлдыз анда-санда хабарласып, әпкесіне хабарлама қалдырады екен. Маған бірнеше рет хабарласып, түрлі сөздер айтып, аузынан ақ ит кіріп көк ит шықты. Бір таныстардан естідім. Жұлдыз өзінен 2 мүшел үлкен, әкесіндей адаммен көңіл қосыпты. Екеуі бірге ішіп, бірге тұрып, әркез бірге жүреді екен. Мен ажырасу үрдісін бастадым. Сотқа арыз қалдырып, енді ойым қызымды Жұлдыздың әпкесінен алып, өзім тәрбиелегім келеді. Жұлдызды жек көремін деп айта алмаймын, бірақ мені бір ғана ой мазалайды. Неге бұлай болды екен?
Әйелім неліктен таза жезөкшеге айналды екен,